Құрметті әріптестер, педагог профориентатордың құзыреті және жоғары сынып оқушыларына кәсіптік бағдар беру бағдарламасына қош келдіңіздер. Менің атым Диас Асанов. Мен ЖО High Schools мектептер желісінің бас профориентатормын. Сондай-ақ VCAP аккредитацияланған кәсіби бағдар беруші маманмын. Біздің курс бұл педагогтарға арналған курс. Ол жоғары сынып оқушыларына мамандықты саналы түрде таңдауға көмектесуді үйретеді. Сіз кәсіби бағдар берудің негіздерін, заманауи трендтерді, деректермен және жасанды интеллектпен жұмыс істеу әдістерін, сондай-ақ көшбасшылық, инклюзия және коммуникация дағдыларын меңгересіз. Бағдарлама оқушылардың әлеуетін ашуға, болашақ мамандықтарға даярлауға және жеке мансап жолын құруға арналған практикалық құралдар береді. Сіз тез өзгеріп жатқан әлемде жасөспірімдерге өз мамандығын табуға көмектесетін көшбасшыға айналасыз. Бағдарламаның мақсатты аудиториясы бұл жоғарғы сынып мұғалімдері, оқушыларды кәсіби таңдауында тиімді бағыттағысы келетіндерге арналған. Сондай-ақ тәрбие жұмысымен айналысатын сынып жетекшілері мен кураторларға, кәсіби бағдарды жаңартқысы келетін мектеп психологтары мен профориентаторларға арналған. Сондай-ақ бұл курс мектеп әкімшілігі, директорлар және оқу ісінің меңгерушілері және басқа да адамдарға кәсіби бағдар сапасын арттыруға мүдделі тұлғаларға арналған. Сонымен қатар 14-18 жас аралығындағы жасөспірімдермен жұмыс істейтін тьюторлар мен қосымша білім беру мамандары да осы курсқа қош келдіңіз. Біздің курс 5 модульден тұрады. Осы модульдерді сіздерді кәсіби бағдар берудің негіздерімен таныстырамыз. Профориентацияның тарихы, стандарттары және профориентатордың даму жолдарын айтамыз. Сонымен қатар сіз нарықтағы заманауи трендтерді, көшбасшылықты, инклюзияны және коллаборацияны, яғни ынтымақтастық жасауды меңгересіз. Эмоционалды интеллект пен тиімді тәсілдер арқылы деректерді қалай жинау керек екенін үйренесіз. Қалған 3 модульде біздің курс сіздерді кәсіби бағдардың жаңа қырларымен таныстырады. Оқушының бейінді пәндерін анықтау, өз бетінше оқу, академиялық мақсаттар, дифференциация, ағылшын тілінің маңыздылығы және жасанды интеллектті жұмысымызға енгізудің мәнін біле аласыз. Сонымен қатар мансап мақсаттарын жоспарлау, кәсіптер туралы, портфолионы жасау және әлеуметтік желілердің пайдасы туралы тақырыптарды қамтиды. Соңғы модульде ең маңызды дағды коммуникация туралы, сондай-ақ жұмсақ дағдылары және бейімделу дағдыларын дамыту туралы болады. Құрметті әріптестер, кәсіби бағдар беруде жаңа белестерді бірге бағындырайық.